Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен қайнатуды көп қажет етпейтін, осындай түсі бір ерекше, қып-қызыл бір тәп-тәтті томат дайындайтын боламыз. Неге тәтті деп жатыр десеңіздер, себебі біздің томат тек қана помидордан ғана емес, басым көпшілігі осылай қызыл болгарскийден тұрады. 6 килограмм қызыл болгарскийға бір 3 килограмм помидор қолданатын боламыз. Көрдіңіздер ма? Тең жарты помидор. Сол себепті де біздің томат басқа томаттарға қарағанда түсі де ерекше бір қызыл, және де піскен кезде де дәмі де бір ерекше тәтті болып, кез келген тағамды дәмін ерекше тәтті қылып тұратын болады. Сол үшін дәл осы рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Бұл менің анам үйреткен рецепттердің бірі. Маған өте қатты ұнады. Осылай болгарскийдің барлығын ортасын тазалап, помидорды барлығын осылай тазалап алған соң, жақсылап бір жуып аламыз да, мясорубкадан өткізіп аламыз. Егер мясорубка болмаса, блендермен де өткізуге болады. Мінекей. Сосын бұл томатты басым көпшілігі болгарский болғандықтан көп қайнатудың қажеті жоқ. Жылдам тезірек қоюланып шыға келеді. Міне барлығын біз өткізіп алдық мясорубкадан. Енді осыны газға қоямыз. Газдың астына жақпас бұрын осылай барлығын жақсылап бір араластырып жібереміз да, үлкен ожаумен бір ожау сұйық май қостым. Барлығын көлемін мен описанияға толық рецепт жазып қалдырамын. Қарап оқып алыңыздар. Енді осы майды жақсылап бір араластырып жіберіп, астын жоғары отқа қоямыз, бір қайнап шыққанға дейін. Бір қайнап шыққаннан кейін астын баяу отта қайнататын боламыз. Мінекей қараңыздар, осылай томат қайнап шығып жатыр. Барлығы бір тегісте бір қайнап шықты. Енді осыны жақсылап араластырып, астын баяу отқа қоямыз. Тұз қоспадыңыз ғой деп сұрақ туындап отқан болса, тұзды басында қоспаймыз. Бұл да бір құпияның бірі. Егер тұзды басында қосатын болсаңыздар, помидордың суы көп бөлініп кетеді да, сол кезде томатты біраз қайнатуға тура келеді. Сол үшін қазір міне қараңыздар, бетіне су шығып жатыр, Осы су тартылып, бір пісуіне бір 10-20 минут қалған кезде ғана тұзды қосатын боламыз. Мінекей, осылай астын араластырып отырыңыздар, астын алып кетпесін. Осы су тартылу керек, Бағана бетіне су шығып тұрып байқаған болсаңыздар, қайнап су тартылған кезде осы су азайып, өзі бетіне су шықпайтын болады. Міне, қараңыздар, қайнаған сайын томаттың түсі осылай қып-қызыл бір ерекше қызыл болып тұр. Андай бір қою қоңыр сияқты қызыл емес, осындай бір ашық түсті бір әдемі қызыл болып шығады. Мінекей. Піскен кезде осылай көлемі азаяды, томат қайнаған кезде. Енді міне пісуіне бір 20 минут уақыт қалды дегенде тұз қосамыз. Мен 2 ас қасық тұз қостым. Шекер қосудың қажеті жоқ, сосын тұзды да бір тік қылып көп қосудың қажеті жоқ. Себебі біз бұны тағамға қосып, томат ретінде қолданатындықтан, тағамға да тұз қолданамыз ғой. Сол үшін томатқа негізі тұзды көп қосудың қажеті жоқ. Осыны жақсылап араластырып, тұзы ерігеннен кейін тағы бір көреміз. Мінекей түсін байқасаңыздар, осында әдемі түс болып шықты. Енді осы аралықта мен банкаларды осылай стерилдеп алдым, суға қайнатып. Өздеріңіз қалағандай етіп стерилдеп аласыздар. Міне біздің томат дайын болып қалды. Мінекей. Қазір светтің жарығымен сіздерге осындай бір сарғыш сияқты болып көрініп жатыр. Негізі бұның түсі қызыл, әдемі түсті қызыл. Мінекей, қазір көрсетейін былайынан. Мінекей, светтің жарығы түспеген кезде, міне байқасаңыздар, осындай әдемі түсте. Мінекей, дайын болды. Енді банкаларымызға салып, қақпақтарымызды ыстық суға салып қойғанбыз.
жауып аламыз. Мен дәл осы рецепті 50-60 минуттай қайнаттым. Көп қайнатқан жоқпын. Негізі 1,5 сағат қайнатсаңыздар, бұдан да қоюлау болып шыға келеді. Мен қатты қою қылған жоқпын. Байқасаңыздар, міне қоюлығы орташа. Ең бастысы болгарский перістің дәмі шығып, түсі деген ерекше бір қызғылт түс болып, тағамдарыңызды бір керемет түске еніп, және де дәмі деген керемет дәм беріп тұрса болды емес па, иә? Мінекей. Бұл томатты сосын көп қолданудың да қажет жоқ тағамға. Бір ас қасық, 2 ас қасық салсаңыздар, кез келген тағамның түсін әдемі қылып шыға келеді, және де дәм беретін болады. Тек қана помидордан ғана жасағаннан осылай болгарскийдің дәмімен тәтті болып шығатындай осы рецептпен бір жасап көріңіздер. Егер дәл осы рецепт сіздерге ұнаған болса, WhatsApp желісінде басқа да достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мінекей барлығын жауып алдық. Менде дәл осы рецептпен 1, 2, 3, 4, 5, 6 литр 6 литр томат шықты ғой. Мінекей түсін қараңыздаршы, міне. Осылай әдемі қою түсі деген сондай бір ерекше томат болып шығады. Ас болсын.